Кучик, брата, ой, на мне только Анашым, мынадан басқа ешқандай нәрсе таппадыңыз ба? Қызым, базарда бары осы болды. Басқасын алайық десек, сені ұрсама деп алған жоқпыз. Анашым, сіз қалай өтірік айтасыз? Мен сізге қашан ұрыстым? Қашан айғайладым? Қызым, анаңа ауыр сөз айтпа, анаңа айғайлама. Әке, қойыңыздаршы болды. Жалықтым. Қашан тіселер екен. Сен бе қызым, кіреге. Қызым, Ау, анашым. дүкенге барып келші. Ладно, қазір. Барлығы ойдағыдай болса екен, апайдың қызы қайда екен? Тез дүкеннен шықса екен. Дүкеннен мұнда жоқ. Басталды. Ата-анама алып барып берейін. Адамдардың бәрі бірдей болады. Тым өзгеріс болмады ма не? Не болды қызым? Кіре ғой үйге. Қашан ақыл қонады екен? Қызымды қалай өзгертуге болады? Әкешім, анашым. Әкең жұмыста не болды қызым? Анашым, мен сізге бірден айтуым керек, жүріңізші. Қызым, бетіңді баспа, жаман ырым болады. Жарайды, анашым, мен сізге бірден айтуым керек. Айта ғой қызым. Анашым, менің еркелігімді, мені Қызым, сасқалақтамай айта ғой. Мені кешіріңіздерші. Осыған дейін сіздерге көп еркелеп кеттім. Және адамды барында бағала деген бар ғой. Ал мен сіздерді бағаламадым. Уақытында қолымды кеш сермедім. Сол үшін кешіріңізші мені, анашым, әкешім. Әкем қайда? Әкең жұмыста. Ой, ұмытып кеттім ғой. Анашым, енді бұл қайталанбайды. Жарайды қызым. Біз сені кешірмегенде қайда барамыз? Біздің әп-әдемі, сұп-сұлу, ерке қызымызсың ғой. Сені кешірмегенде еш жаққа да бара алмаймыз. Жаным сол, енді бұл жағдай тағы да қайталанбайды деп ойлаймын. Енді қайталанбайды. Ешқашан. Жаным сол, жаным алтыным. Ол қанатым менің. Анашым, кешіріңізші тағы да. Кешіремін алтыным. Осыны түсінгеніңнің өзі маған бір керемет болып тұр. Жаным сол, кел, кешкі асты дайындайық. Жақсы. Сізбен тамақ дайындамағалы қашан? Жүре ғой, жаным сол. Алло қызым, саған көп рахмет жаным. Оқаш жол әпке, бәрі ойдағыдай. Бәрі ойдағыдай аяқталғанына Аллам саған мың да бір шүкір. Қазір, анашым, айтпақшы көкөністер қайда? Қызым, абайла, қолыңды кесіп аласың ғой. Анашым, ойнағаныңызға көп рахмет. Жаным. Барында, барлығында бағалай біл. Ешқандай нәрсе мәңгілік емес. Аллах тағалаға, екінші ата-анаңа және бауырларыңа шүкіршілік ет. Олар болмағанда сен мүмкін бұндай өмірде сүрмес едің. Әкем жұмыстан келді, анашым. Ойбай!